Сәлем достар, бүгін біз онлайн ИП-ны қалай жабу керек, соны пошагово көрсететін болам. Достар, каналға жазылып, лайк, комментарий қалдырыңыздар, мен берген ақпарат пайдалы болып жатса. Енді қараңыздар, салық кабинетіне кіргеннен кейін ИП-ны жабар алдында мына барлық ақпаратты жинап алуларыңыз қажет. ИП-ның режимі, қандай да қарыздар болмауы, ИП-да касса бар ма, жоқ па, ИП-да өзгерістер болды ма, салық органдарының кодтарын, отчеттары түгел ме, содан кейін барып налоговый заявление жіберетсіздер. Примерно 10-15 күннің ішінде ИП жабылады. Оны КГД ЮГОВ.кз деген бар, содан индеріңізді жазып, тексеріп қарасаңыздар болады. Снять учетты ИП деп тұрады, сол числомен. Енді осы ақпараттарды жинап болғаннан кейін уже сіздер пошаговый ИП-ны қалай жабу керек, соны қазір көрсететін болам. Давайте бастайық. Соны басамыз. Не үшін лицевой счетты қараймыз? Біз ИП жабардың алдында біздің ИП-мызда ешқандай задолженность болмау керек. Обновление жасап жатырмық. Мына жерде ешқандай красный жанып тұрған жоқ, пения жоқ. Енді біз выпусканы қарайтын боламыз. Келесі шаг. Осы лицевой счеттің төменгі жағында міне выпуска деп тұр. Мына жерде енді бұл ИП январдың 25-інде ашылған. Енді мен 2023-тің январдың 1-нен бастап алатын болам. Сіздер өздеріңіз ИП-ларыңыз қай уақытта ашылды, сол числоны басып, сол жылды басып қойсаңыздар болады. Осы уақытқа дейін. Сосын мына жерде жоғары жақта УГД деп тұр. Соған өздеріңіздің ИП-ларыңыздың ашылған жерлерін қойсаңыздар болады. Міне запросить етеміз, обновить етеміз. И мен мына жерде открыть браузер деп ашам. Қалған өздеріңізге выпуск керек болса, мына жерден скачать етіп алсаңыздар болады. Енді бұл жерден біз не қараймыз? Тоже пенияларға қараймыз, салынған ақшаларды қараймыз. Пения, жаңа басында айтып кеттім, міндетті түрде ИП жабарда пения болмау керек. Ешқандай ИП-да задолженность болмау керек. Неге? Егер задолженность болса, ИП-ңыз жабылмайды. Бұл камеральный контроль дейді. Тексерген уақытта қандайдыр пения болса, оны сіздерге міндетті түрде төлететін болады. Көп уақыт алады. Сондықтан ИП жабарда барлығын қарап алғандарыңыз жөн. Енді мына жерде біз тоже сервиске кірген уақытта мына жерде налоговый задолженность деген бар. Мен мына жерде ИП-ның данныйын жауып қойдым, потому что клиенттікі міне нольдер көріп тұрсыздар ғой. Бұл жерде де ешқандай задолженность жоқ. Міне уже 3 жерден тексердік, ешқандай задолженность жоқ. Енді біз қазір жоғары жаққа өтеміз. Енді біз бұл ИП 2023-тің январында ашылған. Первый полугодие отчеты жоқ. Сондықтан бұны біз қазір первоначальный и ликвидация болып таңдайтын боламыз. Енді мына жерде тоже налоговый заявлениеге кірген уақытта налоговый задолженность деген бар. Мен соны қарап отырмын. Мына жерде міне обновление жасайсыздар, УГД-ны таңдайсыздар. Міне налоговый задолженностьқа кіресіздер. Мына төменгі жаққа түсірген уақытта найти-ді басасыздар. Найти-ді басасыздар, төменге түссеңіздер, міне информация деп тұр. Соны бассаңыздар, бұл жерден де қандай да бір ақпарат ала аласыздар. Тоже пения бар ма, қандай да бір бұл ИП ақша төлеу керек па, керек емес па деген сияқты. Бұл жерде де барлығы 0. Ешқандай төлемдер жасаудың қажеті жоқ. Енді біз бұл жерде сервиси деген бар. Регистрация данные дейді. Мына жерден обновление міндетті түрде жасап жүріңіздер. Қай күні ашып отырсыздар. Міне жоғары жақта көрініп тұр ғой число. Сол сияқты сіздерде де число шығуын керек сол күннің, ИП жабатын күннің. Енді қараңыздар, мына жерде данныйларын бәрін жаптым. Бұл жерде біз не қараймыз? Бұл жерде бұл ИП-да касса бар ма, жоқ па? 30-шы пунктте касса бар ма, жоқ па? Егер касса болатын болса, кассаны шешу керек болады.
Ал енді тағы не қараймыз бұл жерден? Окет қараймыз, режим қараймыз, және де IP қай жерде ашылған, қай UGD-да ашылған, соны қарайтын боламыз. И және прописка қайда тұр, соны қарайтын боламыз. Кейбір жерлерде, кейбір IP-ларда пропискада жаңа IP-ның ашылған жері барлығы бір UGD болуы мүмкін. Кейбірлерінде прописка басқа жерде, IP басқа жерде, сондай жағдайлар кездесіп жатады. Не үшін бұны қараймыз? Потому что біздер қазір осы кодтарды теретін боламыз. Сол бойынша қазір біз отчетін жауып ликвидацияға жіберетін боламыз. Сонда керек болады. И және IP-ны жауар уақытта керек болады. Енді мен мына жерде қазір мен журнал форум деген бар. Соған кіріп жатырмын. Мына жерде найти дейміз. Потому что бұл кісіде мен жаңа айтып кеттім, ешқандай отчет жоқ. Первое полугодие 2023. Енді біз қазір бірден первоначальный мен ликвидацияны таңдап, отчетны жауып, ликвидацияға бірден жіберетін боламыз. 2023-те таңдаймыз. Мына жерде 910 деген бар форма. 910 деп тұр, упрощенная декларация деп тұр. Осыны басамыз. Енді мына жерде мен тоже тағы да айтып кететін жайт, бұл жерде жаңа IP-ның данныйлары болғасын тоже жауып қойдым. Бұл жерге сіздердің иындарыңыз, жаңа данныйларыңыз шығады. Енді бұл жерде первоначальный таңдаймыз. Және мына жерде бухгалтерия ведет, не ведет деп тұр. Біз не ведет дейміз, потому что бухгалтерия жүрмейді бұл IP-да. Сосын мына жерде мен жаңа айтып кеттім ғой, первоначальный деген мына жағында болады. Сол первоначальныйны басып, ликвидацияны басып, бірден и мына жерде резидент, не резидент деген бар. Мына жерге резидент деп галочка қоямыз. Галочка қоямыз. И біз отчеттарымыз нулевой отчет, ешқандай доход болған жоқ. Сондықтан біз мына жерге нөлдерді қоятын боламыз. Енді біз екінші страницаға өтеміз қазір. Екінші страницаға өтеміз. Бұл жерде біз міндетті түрде медстраховкаге 0 қойып шығуымыз керек. Себебі егер біздер бұл жерге 0, ешқандай 0 қоймайтын болсақ, бұл біздің жіберіп жатқан отчетымыз ошибка болып шығады. Сондықтан бұл жерге 0-дерді қойып шығамыз. Міне қарасаңыздар болады. Осы жерлерге 0 қойып шығамыз. Міне астында тұр ғой, медицинское страхование деп. Осылай 0 қойып шықсаңыздар болады. Содан кейін біз бірден 4-ші страницаға өтетін боламыз қазір. Мына жоғары жаққа барып, қазір көрсететін болам. Міне біз барлық 0-дерімізді қойып шықтық. Басқа ештеңеге тиіспейміз. Енді біз 4-ші страницаға өтеміз. Бұл жерде енді только біз жаңа мен айтып кеттім ғой, жаңағы кодтарды теретін боламыз деп. Бірінші IP-ның қай жерде орналасқан UGD, соны теретін боламыз. Мына жерде красный болып жанып тұрады. Біздің ситуациямызда UGD Хромтау IP-ның ашылған жері. Егер сіздердікі басқа қала болса, өздеріңіздің UGD-ларыңызды теріп алсаңыздар болады. Выборды басамыз, автоматически кодымыз орналасты. Енді біз прописка бойынша мына жерге код қоятын боламыз. Мана біз регистрация данныйдан қарадық. Бұл кісінің пропискасы Ақтөбе қаласында. Сондықтан қазір біз 0618 дейтін боламыз. Міне UGD Ақтөбе деп тұр. Соны басатын боламыз. Мына жерде выбір деген бар. Соны басасыздар. И біз қазір бұл отчетымыз первоначальный ликвидация қылдырып жіберіп жатырық қой бірден. Енді жоғары жақта
проверить бұны тексеретін боламыз. Мына жерде жоғары жақта проверить деген бар. Міне ошибка нет деп тұр. Окты басамыз. Енді біз ETSP-мызбен қол қоятын боламыз. ERSA-мен. Өзіміздің ERSA-мызды таңдап аламыз. Кілтімізді подписать етіп қолымызды қойып жіберетін боламыз. Мына жерге парольдарыңызды енгізсеңіздер болады. Выборды басамыз. Уведомление міне бізде келіп тұр, потому что бұл принято деп шығу керек қазір. Сіздер үшін көрсетіп жібере қояйын. Мына жерде тоже данные қазір мен жасырып қойдым. Мына жерде статус не көріп тұрсыз, сно принято деп тұр. Енді біз қол қойып жібердік. Енді біз найти деп мына жерден қараймыз. Міне біздің первоначальный и ликвидация кетті. Осылай обработка деп ол тұрады. Где-то бір 5-10 минуттың ішінде, әр келсе 15 минуттың ішінде разнесена болып шығу керек бұл жерде. Разнесена болатын болса, сіздердің отчеттарыңыз четко кетті деген сөз. Енді біз мына жерге налоговый заявлениеге кіреміз. Налоговый заявлениеге кіреміз. Енді прекращениеге жіберетін боламыз. Жауға жіберетін боламыз, точнее. Енді мына бірінші страницада только ешқандай ештеңе тиіспейміз. Сіздердің данныйларыңыз тұрады. Только 67 деген мына жерде Е деген пунктті басамыз, галочка қоямыз. Екінші страницаға өтеміз. Бұл жерде енді біздер жаңағы кодтарды енгізетін боламыз. Бұл жердегі кодтар который біздер ең басында біздер қарадық қой, ешқандай задолженность болған жоқ па? Соларды қарадық. Біздің ситуациямызда ешқандай задолженность болған жоқ. Сол кодтарды осы жерге енгізетін боламыз. Бұл кодтар қаяқтан шықты десеңіздер, бұл медстраховка, социалка, пенсионка, солардың коды арнайы. Осыларды осы жерге толтырып шықсаңыздар болады. Я болмаса дәл осылай сіздерді толтырып алсаңыздар болады. Барлығының коды бәрі бірдей. Осылай жазып шықсаңыздар болады. Енді төменгі жаққа біз только IP-ның нахождение IP-ның угодысын теретін боламыз и жіберетін боламыз. ETSP-мен қол қойып жіберетін боламыз. Сонымен біздің отчетымыз жауға, IP-мызды жауға жібердік деген пошаговый жасап шыққан жолдары осылай болады. Достар, егер сіздерге мен берген қандай да ақпарат пайдалы болатын болса, міндетті түрде каналға лайк, комментарий қалдырыңыздар. Қандай видеода алдағы уақытта шықсын, соны жаза кетіңіздер. Мен соған қарап, сіздердің қандай видео қалайтындарыңызды қарап, соған байланысты видео түсіретін болам, салатын болам. Және қолдау мақсатында мен каналыма жазылып, міндетті түрде лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Міне біз уже ERSA-мен қол қоямыз қазір данный время. И сонымен біздің IP-мыз жабылуға кетеді. Енді бұл жерде IP 15 жұмыс күннің ішінде жабылу керек. Оны қаяқтан тексеріп отырамыз десеңіздер, алдағы уақытта мен видео салам. Бұл IP-ның жабылған, жабылмаған қайдан тексереміз. Міне барлығы четко болды. Біздің IP-мыз жабуға жібердік. Ал егер қарайым десеңіздер, мына жерден налоговый задолженностьқа кіріп, найти-ді басып, міне төменгі жаққа қарасаңызда болады. Міне қабылданды деп тұр, принято деп тұр. Осылай жіберіп алсаң, первоначальный ликвидация қылдырып, отчеттарыңызды жауға, IP-ларыңызды жауға жіберсеңіздер болады. Енді тоже бір айтып кететін жайт бар. Бұл жерде енді IP әртүрлі ғой. Бұл жақында ашылған IP уже ешқандай оборот болмасын, жабылып жатыр. Сіздерде басқаша болуы мүмкін. Оны басқа видеоларда салатын